Балаға айтар әңгімеміз не болса, біз солмыз. Қазақ тілі жайы туралы пікір айтпайтын адам жоқ. Бүгінгі видео қазақ тілі маманы ретінде қазақ тілінің мектепте оқытылу жайы туралы болмақ. Осындай видеолардан хабардар болам десеңіз, Естісөз YouTube каналыма жазылып қойсаңыз болады. Бастауыш сынып мұғалімі ретінде ұлы тұлғалар жайлы қазақ тілі сабағында қалай оқытып жатырмыз деген тақырыпқа бір шолу жасап көрмекшімін. 3B қазақ тілінде қалай оқытылып жатыр бірге қарап көрейік. Мұны білудің бірінші жолы оқулықтарға қарап көру. Әрине, қазақ тілі оқулығы қазақ тілін оқытатын бір ғана ресурс емес. Мұғалім басқа ресурстарды қолдану еркі бар десек те, негізгі қазақ тілі пәні қолымыздағы оқулықтар бойынша оқытылады. Оқулықтағы материалдардың оқытылып жатқанын 3B сабағын өткендердің дәл осы видеода аталатын оқулықтармен, сол жердегі суреттермен, тапсырмалармен оқылып жатқанын көрсету үшін Google'дан, YouTube'дан мысалдар алып видеома қойдым. Олай болса, 3B тақырыбымыздың қалай оқытылып жатқаны жайлы 3B'ді оқытатын видеоларға көз жүгіртіп өтейік. Ол үшін Google'дан 3B жайлы іздеп көреміз. Дәл осы суреттермен оқулықтағы тапсырмалармен оқытып жатқанын көре аласыздар. Балаларымызға Спайдермен, Суперменді емес, аталарымыздың ерлік істерін үйретіп, батырларымыздың қылышын ұстатпаймыз ба деген пікірді көпшілігіміз естіген шығармыз. Ал енді балаларымызға Спайдермен, Супермен секілді жаңа кейіпкер жасап ұсынбасақ та, батыр аталарымыз туралы бір әдемі мәтін жазып қойыппыз ба? Қазақ тіліне қарап көрейік. Балаларымызға 3B туралы қандай білім беріп жатқанымыз жайлы түрлі түсті интерактивті слайд арқылы айтып берейін. 3B туралы үйретілгендерді 5 түрлі түсті парақшамен көрсетемін. Бірінші көгілдір парақшада балада 3B дегенде жанданатын сурет, яғни мидағы ақпарат не деген сұрақтың жауабы болады. Жауабы мынау: қатар отырған 3 ақсақал. 3-ші сыныпта 3B ескертің суреті қойылған. 2021 жылы шыққан әліппеде тағы осы 3B ескерткіші. Екінші сарғыш парақшада Төле би бабамызға ассоциация, коннотация, яғни Төле би дегенде мида жаңғыратын бейне немесе эмоционалдық рең. Бірінші әріптері үшін алынған 4-5 саны лақ, елік. 4-5 лақ, елік, ине бұл бір-біріне қатысы жоқ зат атаулары басқа әріптері үшін ғана алынған. Бұл тапсырмада ешқандай алгоритм жоқ, ассоциация да жоқ. Мүмкін қарлығаш қойылып оның бір әріп алынса бір байланыс болар ма еді. Үшінші қызғылт көк түсті слайдта 3B жайлы тапсырмалардың тілдік дағдыларды меңгертуге сай болу жөнінде айтайын. Яғни білім мазмұны мен жас ерекшелігіне сай ма, сай емес пе қарап көрейік. Халқымыз билерді қадірлеп, олардың жағымды сөздерін есте сақтаған деп 3B'дің сөзі жағымды болған деп үйретеміз. Әдебиеттік оқу Атамұра 2017 жылғы 67 бетінде жаңа сабақ берілген. Қоңыраудың бейнесі бұл жаңа сабақ дегенді білдіреді. Билерше билік айтуға үйренеміз. Екінші сынып оқу мақсатында билерше билік айтуға үйретеміз деген оқу мақсаты бар ма? Бар болса, сіздер комментарийға жаза кетіңіздерші. Әдебиеттік оқу 3-ші сынып 8-ші бетте Атамұра баспасына шыққан 2018 жылы. Мынадай тапсырма бар. Өзіңде Қазыбек Бейше толғап шешендік сөз құрастырып көр. Өз басым 20 жыл қазақ филологиясын оқыдым. Қазақ тілін бір қазақтай білеймін. Бірақ әлі күнге Қазыбек Бейше толғай алмаймын және шешендік сөз де құрастыра алмаймын. 3-ші сыныптың балалары мүмкін құрастыратын шығар. Қазіргі балалар бізден ақылды, бізден зерек деп жатамыз ғой. 4-ші қызыл түсті парақшада 3B туралы тапсырмалардың дайындалуындағы алгоритм ақпарат мәлімет туралы айтайық. Ол кісі туралы не білетініңді айт. Бұлар кімдер деп ойлайсың? Әліппеде 1-ші сыныптың 71-ші бетінде берілген тапсырма. Осы сұрақ сұралып тұрғанда берілген мәтін мынау. Атақты 3 кісі болған. Оның бірі әділ, екіншісі тапқыр, шешен еді, ал үшіншісі даналықпен ел басқарған. Осы бұлар кімдер деп ойлайсың деген сұрақтың мәтіні негізде 3-ші сынып әдебиеттік оқудың 4-ші бетінде беріледі. 15 жасынан бастап ел билеу ісіне араласқан. Бұлар кімдер деп ойлайсың? Яғни 1-ші сыныпта сұрақты сұрай берейік, 3-ші сыныптаға дейін ойлана тұрсын деген болу керек оқулықты дайындағандар. Ел аузында Айтеке жарып айтады, Қазыбек қазып айтады, Төле би тауып айтады деген ұлағатты сөз бар деген. 2-ші сыныптың 2-ші бөлімінің әдебиеттік оқулығында осындай мәтін бар. Әдебиеттік оқу 2-ші бөлім 3-ші сыныптың 6-шы бетінде халық Қазыбек қазып айтады деп құрметтеген. 9-ші бетте содан да болар халық Айтеке жарып айтады деп риза болған. 3B туралы
сол сөйлем 2-ші сыныпта, 3-ші сыныпта, 1-ші сыныпта жұмбақ сұралады, жұмбақ ретінде. Қайсысы кім еді деп. 3-ші сыныптың әдебиет оқулығында, 2-ші сыныптың әдебиетінде сол сөйлем, сол ақпарат, сол білім беріледі. Енді осымен видео ұзап кетпес үшін сөзімді тоқтатайын. Қайсысы биік жарып айтатын еді, кім жарып айтатын, кім қазып айтатын еді, қайсысын айтатын еді. Бастауыш сынып оқулықтарына әдеби мәтіндер белгілі бір мақсатпен қойылады. Әдеби мәтін білімдік, сөздік қорын дамыту, ойлауын дамыту үшін, қазақ тілін үйрету үшін. Пән қазақ тілі мен әдебиеттік оқу болғандықтан, қазақ тілінде сөйлеуге үйрету үшін танымдық немесе тәрбиелік мақсат көздеп оқытылады. Кейбір әдеби мәтіндердің осы мақсаттардың бәріне де жауап беретіні болады. Әдеби мәтіндер таңдалып алынғанда мақсаттар көзделіп, баланың жас ерекшелігі, дүниетанымы, қызығушылығы, сөздік қоры ескеріліп қойылу керек. Қазақ тілін оқыту тек қазақ тілінде сөйлеуді ғана үйретпейді, баланың ойлау қабілетін дамытады. Қазіргі жылдам өзгерген әлемде білім дүниесінен қалыспайтындай бола алу үшін бастауыш қазақ тілі мен әдебиеттік оқу пәндері не оқығаныңды түсінуге, жазуға, оқуға, сөйлеуге үйретумен қатар ойлау түрлерін дамыту секілді күрделі мәселеге жауап бере алатындай болу керек. Білімнің негізі бастауышта қаланатыны бәрімізге айдан анық болды. Бастауышта алған білімдерін ары қарай білім мен тәрбие алу жолында бала қолданып дамытып кетуі керек. Ми туралы бұрынғы білгендеріміз ескірді. Қазіргі заманда бала миын дамыту үшін бір сурет көрсету жеткіліксіз. Барлық нәрселер байланыс, қатыс ішінде көрсетіліп, оның себептері анықталғанда ғана ми жұмыс жасайды. Эйнштейн айтты деп жүрген көпшілігіміз білетін мына сөзді келтіре кетейін. Білімсіздердің бір қасиеті өзгеріссіз, бұрынғысымен бірдей нәрселерді жасап, басқаша нәтиже шығады деп ойлаулары. Осы сөзді келтіргендегі айтайын дегенім 2021 жылы шыққан әліппе оқулығында 2018 жылға осы 3 би тақырыбындағы сурет айнытпай қайтадан қойылды. Егер ескі нәрселеріміз қайтадан жаңа шыққан білім мазмұнына қойыла беретін болса, жаңадан жасаудың не керегі бар? Жаңадан жасалған нәрселерді жасамас бұрын қолымызда ескіден бұрыннан не бар екеніне бір көз тоқтатып қарада пайда болады-ау деп ойлаймын. Қазақ тілі оқулықтарында білім мазмұны, мәтіндер, тапсырмалар жауап бере алады ма деген сұрақты сұрауға міндеттіміз. Осындай видеолардан хабардар болам десеңіз, еш сөз YouTube каналыма жазылып қойсаңыз болады.